Құлдық сана деген не нәрсе? Құлдық санадан қалай арыламыз? Бірінші, құлдық санадан арылу үшін бұның не екенін түсіну керекпіз. Құлдық сана жалпы қалай қалыптасады? Осыған дейін айтқанымдай, адамның санасының екі шегі болады. Яғни бірінші шегінде сіз өзіңіздің ешкім емес екеніңізді, еш нәрсе емес екеніңізді білесіз, жүрекпен түсінесіз, денемен түсінесіз. Ал екінші шегінде өзіңіздің Құдай екеніңізді, яғни бойыңызда Құдайдың рухын, бойыңыздағы Құдайдың бөлшегі екеніңізді жүрекпен, санамен, денемен түсінген кезіңізде дәл осы санаңыздың шегі ыдырайды, сіз нағыз шексіздікке, нағыз еркіндікке өтесіз. Ал қай кезде құлдық сана пайда болады? Құлдық сананың пайда болу себебі, сіз қай кезде осы екі шектің бір ғана шегімен өмір сүресіз, я болмаса сіз екі ортада, не ары емес, не бері емес, екі шекті де түсінбей, қабылдамай өмір сүресіз, дәл сол кезде сіздің бойыңызда құлдық сана басталады. Жалпы құлдық сананың жаңағы бірінші себебі, бұл өте көп адамдар өзінің жаңағы сен құлсың деген нәрсеге соны дұрыс түсінбегені, осы нәрсеге сенгені соншалық, сен құлсың дегенді сен бейшарасың деп түсінеді. Есіңізде болсын, сіз қай кезде өзіңіздің құл екеніңізге, қай кезде өзіңіздің бейшара екеніңізге сенесіз, сіз өмірден өзіңізді, өмірдегі алатын барлық мүмкіндіктеріңізден өзіңізді айырасыз. Құл ешқашан еш нәрсеге дәмете алмайды. Оның өзіндік ойы жоқ, оның өзіндік пікірі жоқ, онымен ешкім санаспайды. Яғни ол ни на что не претендует. Дәл сол сияқты қай кезде өзіңіздің бейшара екеніңізге сенесіз, бұл өмірден ала алу, өмірден сұрай алу, өмірден талап ете алу деген дүниелердің барлығы сіздің бойыңызда өшеді. Яғни сіз бергенді ғана жеп, өмір бойы ішіңіздегі ашыла алмай, ішіңіздегі шындыққа жете алмай, дәл сол құлдың күйін кешесіз. Ал шындығында бұл құл деген нәрсе, бұл сіздің бейшара деген түсінік емес, бұның нағыз терең түсінігі құл деген кім? Бұл қай кезде сіз өміріңіздің барлық тізгінін Құдайға тапсырасыз? Қай кезде өзіңіздің өміріңізді, өзіңіздің өмірдегі оқиғаларыңызды, денеңізді қай кезде толықтай Құдайға тапсырасыз? Нағыз құлдың күйі деген осы күй. Яғни құл еш нәрсе шешпейді. Бергенді жейді, айт дегенді айтады, жаса дегенді жасайды. Яғни сіз қай кезде дәл осылай барлығын Құдайға тапсырасыз? Құдайдың айт дегенін айтасыз, жаса дегенін жасайсыз. Полное смирение, яғни ішіңізде Құдайға толықтай берілу, толықтай мойынсыну. Бұндай жағдайда бұл құлдық емес, бұл нағыз еркіндік. Яғни сіздің құл деген түсінік дәл осы нәрседе. Сіз қай кезде бұдан шығып, я болмаса бұны түсінбей, келесі деңгейге өтесіз, яғни қай кезде өзіңіздің ешкім емес екеніңізді білмей, өзіңізді ерекше санаған кезіңізде, яғни мен Құдаймын, барлығы менің қолымда, барлығын мен реттеймін, барлық адамдар маған тәуелді деген. Дәл сондай жағдайда сіз құлдықтың екінші сатысына өтесіз, яғни екінші түріне. Бірінші жағдайда сіз өзіңіздің бейшара екеніңізге сенген жағдайыңызда сіз өмірден еш нәрсе ала алмайтын, яғни өзіңіздің қорқынышыңызға іштегі тәуелді болып өмір сүрсеңіз, яғни санаңыз еркіндікті сезіне алмаса. Ал екінші шегінде сіз міндетті түрде сыртқы ортаға тәуелді болып өмір сүресіз. Яғни сырттағы өзіңіздің ақшаңызға, сырттағы статусыңызға, сыртқы адамдарға, сыртқы оқиғаларға тәуелді боласыз. Сіздің көңіл күйіңіз тек қана сыртқы оқиғалармен ғана өлшенеді. Егер де сыртта бәрі жақсы болса, сізде бәрі жақсы. Сыртта қиындық болса, сіздің ішіңізде толықтай қиындық. Өз-өзіңізді басқарудан қаласыз. Яғни сізді сындыру оңай, сізді қорқыту оңай, сізді ренжіту оңай. Яғни тағы да сіз сананың еркіндігіне, еркін санаға қол жеткізе алмайсыз. Құлдықтың үшінші деңгейі. Бұл ортадағы деңгей.
Бұл ең ауыр деңгейдің бірі. Яғни бұл қай кезде сіз сананың екі деңгейін түсінбегеніңізбен қоймай, онымен қоса сіз өзіңіздің тегіңізді білмейсіз, өзіңіздің өткеніңізді білмейсіз, өзіңіздің кім екеніңізді білмейсіз. Яғни сіз қай кезде өзіңіздің жүріп өткен жолыңыздан, өзіңіздің өткен өміріңізден ұяласыз, өткен өміріңізді қай кезде жасырасыз, я болмаса өзіңіздің шыққан жеріңізден ұялу, өзіңіздің тегіңізден, өзіңіздің әулетіңізден ұялу, өзіңіздің еліңізден, шыққан жеріңізден ұялу. Бұл құлдық сананың үшінші түрі. Нағыз қожайын, нағыз өз өмірінің иесі, ол ешқашан шыққан жерінен ұялмайды. Оның ішінде өзінің өткеніне деген құрмет болады. Ол өзінің кім екенін біледі, өзінің тарихының қайдан шыққанын, қайда кетіп бара жатқанын біледі. Бұл деген сөз, сіз тарихи оқиғаларды білу керексіз деген сөз емес. Тағы да сіздің назарыңыз сыртқы оқиғаларға кетіп қалуы мүмкін. Яғни сіз тарихты білу керексіз, тарихи оқиғаларды. Әрине оны білгеніңіз жақсы. Бірақ бұл шындығында өткеніңді білу, өткеніңді қабылдау деген нәрсе, ол сіздің ата-бабаларыңыздың рухани ілімдерін білу, рухани ілімдерін қабылдау. Өте көп адам ойлайды, алдында бір жаңағы рилста ма бір жерде бір кісі жазып жіберіпті, жалпы осы еркіндік деген нәрсе, жаңағы ішінде Құдай бар деген нәрсе, бұл буддизмнен келген ілім ба деген сияқты. Жалпы бүкіл әлемнің айтатын нәрсесі, брахман ілімдеріндегі, жаңағы Бхагавад-гитада айтылатын нәрселерді, діндердің айтылатын нәрсесі, тенгрианствода айтылатын нәрселердің барлығы айналып келгенде бір нәрсе. Айналып келгенде Құдайды тану, Құдаймен қосылу. Бұны сырттағы адамдар ғана емес, бұны біздің ата-бабаларымыз да айтқан, ата-бабаларымыз да білген. Яғни сіздің өзіңіздің өткеніңізді қабылдау дегеніңіз, өзіңіздің жаңағы өткеніңізді, тегіңізді қабылдау деген нәрсе. Дәл осы рухани ілімдерге қосылу. Атадан қалатын мұра, ол сыртқы байлық, сыртқы дүниеде емес. Атадан қалатын мұра, ол бойыңыздағы ілім білімде. Ол ішіңіздегі руханилықта, ішіңіздегі даналықта. Яғни сол кісілердің жүріп өткен жолы, олардың түсінігі адамның ДНК-сында ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Сіздің мақсатыңыз сол ілімдерді, рухани азықты қабылдау. Яғни қай кезде сіз осы үш негізіңізді толық қалыптастырасыз, қай кезде санаңызды екі шегіне жеткізесіз, қай кезде өзіңіздің өткеніңізді қабылдайсыз, өзіңіздің рухани ілімдеріңізге қосыласыз, сол кезде сіз толықтай еркін санаға қол жеткізесіз. Яғни санаңызды бірінші шегіне жеткізгеніңіз, ол сіздің основаңыз, яғни ол сіздің фундамент болып жұмыс жасайды, сіздің ішкі тыныштығыңызға жауап береді, өзіңіздің ешкім және еш нәрсе емес екендігіңізді білуіңіз. Ал сіздің өзіңіздің бойыңыздағы Құдайдың болмысын, Құдайдың рухын танығандығыңыз, ол тыныштықтан туындаған әрекетке жауап береді. Яғни ешкім еш нәрсе емес екеніңізді білуіңіз ол тыныштық болса, Құдай екеніңізді түсіну және білу ол сіздің әрекетіңіз. Яғни осы тыныштық пен әрекеттің ортасында өзіңіздің кім екеніңізді білуіңіз, ол деген сіздің нақты мақсатыңыздың айқын екен. Яғни сіз қайдан шыққаныңызды білесіз, нақты кім екеніңізді білесіз, қайда бара жатқаныңызды білесіңіз, ол сіздің компасыңыз. Яғни қай кезде санаңыздың осы шектерін бірдей түйістіресіз, яғни бойыңыздағы үш өлшемді, біріншісі ол тереңдік, екіншісі ол жазықтық, үшіншісі ол биіктік. Яғни қай кезде осы үш өлшемді бойыңызды теңестіресіз, дәл сол кезде сіз нағыз еркін санаға, еркін рухқа, дәл сол кезде қол жеткізесіз. Яғни өмірдің барлық болмысын, өмірдің барлық сәтін қабылдайсыз. Толықтай иллюзиядан шығасыз. Толықтай ашылуыңыз, толықтай санаңыздың ашылуы, толықтай еркіндік, тыныштықтың барлығы дәл осы сіздің үш негізге байланысты. Бұның барлығына
Бул нерсени сизге түшүндүрөтүн ол психология эмес. Бул нерсеге жетүү үчүн сизге тек гана билим эмес, сизге аракет керек. Ягни сизге практика керек. Кай кезде өзүңүздүн аракетиңиз менен санаңызды түйүстүрөсүз, дәл сол кезде дәл осы эркин санага, иштей рухтун эркиндигине кол жеткизесиз. Эгерде дәл осы билимдерди терең түшүнгүңүз келсе, ишиңизден оянгыңыз келсе, ішкі Кудайдын энергиясына шынымен де косулуп шексиздикке өткүңүз келсе, онда міндетті түрде оянууга келиңиз.